Қазақтың қадір айтады, біздің тарих бұл да бір қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа, бірақ тағы. Айтса айтқандай, намыстан жаралған халқымыз талай рет тағдыр тезіне түсті. Ата-бабаларымыздың басынан өткерген небір нәубетке толы қилы кезеңдер, тәуелсіздіктің тәй-тәй басқан тұсы тұрмақ, егемен ел ретінде еңсеп дегенде де түгел ашылды. Толық зерттелді деуге ертерек. Дегенмен сен қозғалды, рух оянды. Жылдар жүзінде көмескі тартқандай көрінген ақтаңдақтар ашылып, төл тарих түгенделіп жатыр. Тәуелсіздіктің алғашқы қарлығаштары, желтоқсаншылардың да ерлігі ескірмейді, ұрпаққа ұлықталады деп президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі тоқетерін айтты. Мемлекет басшысы тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында 1986 жылы қазақ халқының ұлдары мен қыздары кеңес өкіметінің қаһарынан қорықпай, ұлт намысын қорғау үшін көшеге шықты. 5 жылдан кейін біздің тәуелсіздігіміз жарияланды. Біз желтоқсан батырларының ерлігі мен қаһармандығын лайықты бағалап, жан-жақты дәріптеуіміз керек деді. Бұл тарих алдындағы адалдық. Азаттық жолында қыршыннан қиылған боздақтарды еске алатын қастерлі күн. Ашық аспан, бейбіт күнімізді, ең басты құндылық, егемендігімізді ұлықтайтын ұлық мерекеде облыс орталығы мен аудандарда тағылымды, мазмұнды іс-шаралар өткізілді. Орал қаласындағы Ар-Рахман орталық мешітінде ел еркіндігі жолында жасындай жарқ еткен желтоқсаншылардың қыршыннан қиылған боздақтардың рухына тағзым етілді. Жиналғандардың арасында көтерілістің тікелей қатысушылары да болды. Олар қанша қиындық көргенімен бұл әрекетіне еш өкінбейтінін айтады. Сол кезде мен Алматыда оқығам, строительный техникумда. Сонда 17 алаңға барып, площадьқа барып, сонда площадьта ұсталғам. Сонда әскерлер тоқым болғанда басына соққан, мына басымда тыртық бар мын. Әлі күден басым ауырады. Мен де денсаулығым жоғалттым, өкінбеймін мен. Азаншы Құран оқып болған соң облыстың бас имамы жамағат атынан елдің амандығы мен тыныштығы үшін дұға жасады. Ақсақалдардың және желтоқсаншылардың Алла Тағала дұға тілектерімізді қабыл еткейсін. Яраббым Алла отбасыларымызға аманды, дендерімізге саулық нәсіп еткейсін. Аллаху акбар. Айбынды ақын жауында жерлесіміз осыдан 37 жыл бұрын Алаштың ар-намысын арқалап алаңға атылған қазақ жастарына қорған болып басын бәйгеге тікті. Сондықтан жұбан дегенде желтоқсан, желтоқсан дегенде жұбан еріксіз ой қоралады. Жайық жұртшылығы жұбанның желтоқсаншылардың рухына тағзым етті. Бұдан соң жиналғандар сап түзеп боздақтарды еске алды. Бұл күннің маңызынан үлді. Ақын Ақұштап Бақтыгереева уақыт өткен сайын желтоқсаншылардың ерік жігері, есімі мен ерлігі ел жадында жаңғыра беретініне сенім білдірді. Мен сенем бұл күн қазақтың үлкен байрағын көтеріп, қазақтың гимнін шырқап шығатын ұлы мерекеге ауысады бір кезде. Өйткені бұл қазақ деген жер бетіндегі өжеттігі ешқашан өлмеген бір ғажайып тұқымның балалары. Жас ұрпақтың бойында ұлттық рухты ұялату, желтоқсаншыларды дәріптеу ісіне көтеріліске қатысушылардың өздері де білек сыбана кірісті. Біз енді бас желтоқсан қоғамын құрдық. Осы 22 жылы 8 ақпанда Әділет министрлігінде Қазақстан Республикасының тіркелдік заңды тұлға болып. Алдағы уақытта қоғам мүшелері көбейіп, еліміздің көркеюіне, ұлттық сана сезімді оятып тәрбиелеуге мына жастарды мен толық сенемін. Ұлттық батырларға тағзым күніне арналған іс-шара Жұбан атындағы облыстық кітапханада жалғасты. Аймақ басшысының орынбасары Бақытжан Нарымбетов тәуелсіздік тұғырын бекітуде ең алдымен бекем бірліктің, адал еңбектің маңыздылығына тоқталды. Тәуелсіздік үшін күрес, аянбай күнделікті өміріміздегі еңбекпен үздіксіз әрі дәйекті елдік саясатпен мәңгі жалғасады. Ел бірлігі мен тұрақтылықты сақтау жолында біраз жұмыстар атқарылып келеді. Сондықтан да барымызды сақтап, одан сайын нығайту, мына жерде отырған барша елдің қаймағының, елдің арқасүйер азаматтарының еңбегімен жүзеге асатын дүние. Ел бойынша әлі де ақталмаған желтоқсаншылар жоқ емес. Ұлт намысын ту еткендердің біразы қазір де заңнамалық құқықтық көмекті қажет етеді.
барлық заңды құжаттарға сәйкес қарастырылып, осы батыс желтоқсан қазір қозғалысы жұмыс жасайды. Сол қозғалыстың өкілдерімен, әкімшілікпен, прокуратура немесе басқа құқық қорғау органдарымен, Батыс Қазақстан облыстық сотының деңгейінде қарастырылатын болса, ол мәселе өзінің шешімін табады деп ойлаймын. Басқосуда еңбек ардагерлері желтоқсаншылар сөз сөйлеп, отансүйгіштік сезімді тереңдету туралы ой пікір білдірді. Елді әлеуметтік экономикалық дамыту, әлемге әйгілеу жолында жас буын өкілдеріне салмақты сенім білдірді. Қазақ елінің жастары, Ақжайық елінің жастары ең бастысы сол үмітті ақтап, тек қана еліміздің аман болу үшін, жұртымыздың тыныш болу үшін қызмет етеді деген ойдамын. Іс-шара соңында желтоқсан оқиғасына қатысушыларға облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің алғыс хаты табысталды. Біржан Амангелдіұлы, Ербол Меңдіғалиев, Қалбек Ақырап, Апта.